Сәлеметсіздер ме? Мен Құттымұрада Балзия Маратқызы Ыбырай Алтынсарин атындағы Рудн әлеуметтік гуманитарлық колледжінің бастауыш білім беру мамандығының 4-ші курс студенті боламын. Бүгінгі видео сабақ дүниетану пәні бойынша. Сабақтың тақырыбы көшпелілер мен отырықшылардың өмір салты. Сабақ мақсаты көшпелі және отырықшы өмір салтының ерекшеліктерін түсіндіру. Сәлеметсіздер ме балалар? Көңіл-күйлерің қалай? Сабаққа дайындығымыз қалай? Ендеше, бүгінгі біздің сабағымызды мына өлең шумақтармен бастаймыз. 1, 2, 3, сынып іші тып-тыныш, жалқаулықты тастаймыз, сабақты біз бастаймыз. Оқушылар, компьютердің алдында түзу, дұрыс отыруды есімізден шығармаймыз. Арақашықты сақтап, бойымызды түзейміз. Балалар, біз өткен сабақты қандай тақырыппен таныстық? Жарайсыңдар. Өткен тақырыпта біз менің ата-тегім қайдан бастау алады тақырыбымен танысқан болатынбыз. Үйге қандай тапсырма берілген еді? Дұрыс айтасыңдар. Ата-аналарыңнан өздерінің ата-бабаларың туралы сұрап, олардың есімдерін біліп келу болатын. Барлығымыз біліп келдік пе? Үй жұмысын толық орындадық па? Тамаша, жарайсыңдар. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз тақтада тұрған мына 2 суретте жасырынған. Балалар, суретке мұқият қарайықшы. Суретте не бейнеленген? Дұрыс айтасыңдар. Бұл заманауи сурет пе, әлде байырғы ма? Тамаша. Қалай ойлайсыңдар? Бұл суретті біздің сабағымызға қандай қатысы бар? Тамаша, жарайсыңдар. Бұл жерде көшіп қонып жүрген қазақ халқы бейнеленген. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз көшпелілер мен отырықшылардың өмір салты. Қазір біз тапсырма орындаймыз. Тақтадағы сызбаға қарап, сұрақтарға жауап беріңдер. Маусымдық жайылымдар қалай аталады? Ол қай жыл мезгілдеріне сай келеді? Осы сұрақтарға ойланып, толық жауап беруге тырысамыз. Және де балалар, өз-өзімізді бағалауды ұмытпаймыз, әділ түрде бағалаймыз. Ең жоғарғы балл 3 балл. Егер тапсырманы толық нақты орындасаңдар, өздеріңе 3 деген бағаны қойыңдар. Егер орташа орындасаңдар 2. Егер де толық орындамасаңдар, 1 деген бағаны әділ түрде қоямыз. Видеоны стопқа қойып, сұрақтарға жауап беріп аламыз. Жарайсыңдар, тапсырманы жақсы орындадыңдар. Келесі тапсырма ауызша орындаймыз. Суреттерге қарайықшы. Малшылардың маусымдық жайылымдары қалай аталады? Ол қандай жыл мезгілдеріне сай келеді? Жайлау мен қыстау қай жерде орналасқан? Мұқият ойланып жауап береміз. Жарайсыңдар, дұрыс айтасыңдар. Ал енді орнымыздан тұрып, бойымызды жазып алайық. Серкіту сәті. Бейнебаяннан қайталаймыз. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Көз, ауыз, мұрын және құлақ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Тезірек жасап көрейік. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Көз, ауыз, мұрын және құлақ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Қанеке тезірек. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Көз, ауыз, мұрын және құлақ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Келіңдер, одан да тезірек. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Көз, ауыз, мұрын және құлақ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Тездетейік балалар. Бас,
иық тізе аяқ, бас, иық тізе аяқ, көз, ауыз, мұрын және құлақ, бас, иық тізе аяқ. Бойымызды сергітіп болсақ, келесі тапсырмаға көшейік. Көрнекті қазақ ғалымы Шоқан Уәлиханов көшпелі елдің тұрмысында азығы да, сусыны да, киімі де малдан деп жазды. Ғалымның мына сөзін дәлел ретінде қандай мысал айтуға болады? Қалай ойлайсыңдар? Ғалым не үшін бұлай деп айтты? Дұрыс айтасыңдар. Қандай алғыр бала едіңдер? Балалар, енді мына сұраққа жауап іздейікші. Малшы мен егінші кездесе қалса, не жайлы әңгімелесер еді? Малшы мен егіншінің арасындағы сұхбатты сипаттап беріңдерші. Екінші сұрақ. Малшы мен егінші арасындағы тауар алмасу ойынын ойнайық. Өз тауарларыңды мақтап, мадақтап, сатуға тырысыңдар. Тамаша, өте жақсы. Балалар, еркін микрофон атты әдісін орындайықшы. Бүгінгі сабақты сендер қандай әсер алдыңдар? Сендерге не ұнады және не ұнамады? Өз ойларыңды толық жеткізіңдер. Сабақтың қай бөлігі сендерде есте қаларлықтай болды? Өте жақсы, рахмет. Балалар, сендерге мана ескерткен болатынмын, бағалауды ұмытпаймыз деп. Ал енді бүгінгі сабақ бойынша алған бағаларыңды біріктіріңдер. Тамаша, жақсы қатысыпсыңдар. Ал кім 7-8 балл жинады? Жақсы. Ал кім одан төмен балл жинады? Оқушылар, олай болмайды. Барлығымыз белсенді қатысуға тырысайық. Жақсы, балалар. Енді үйге тапсырма. Сен суретшісің. Егіншілер не өсіреді, немесе малшылар не бағады тақырыбына сурет салып келу керексіңдер. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.